Рахмет Қалымжан Айгерім, қайырлы таң қадірлі көрермен. Мен дәл қазір Нұр-Сұлтан қаласындағы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында тұрмын. Бүгінгі тақырып осыған дейін талай мәрте талқыланған, ақпарат көздерінде айтылған, яғни 2020 жылдың 1 ақпанына дейін Армениядан әкелінген көліктерді тіркеу мәселесі. Ол үшін маусымның 1-нен қыркүйектің 1-не дейін 3 ай уақыт қарастырылған. Міне тура 1 аптадан кейін межелі мерзім аяқталады. Егер Армян номері бар көлігіңіз болса, экран алдына жақынырақ отырыңыз, өйткені маңызды деген сұрақтарға жауап алуға мүмкіндік бар. Міне қазақстандық ақ номер және Армян көлігіне тағылатын сары номер. Көпшіліктің көкейінде бір сұрақ туындайды. Неге бірден ақ номерді бермейді? Неге сары номер тағылуға тиісті? Өйткені сіздің әкелген көлігіңіз шетелде, яғни Армения мемлекетінде тіркелген. Сол себепті де осындай сары түсті номер беріледі. Дәл қазір менің жанымда Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Нұрділда Ораз мырза тұр. Қайырлы күн, қош келдіңіз. Нұрділда мырза, осы Армян көліктер туралы айтқанда, мына алып сатарларды айналып өтіп айтпай кету мүмкін емес. Өйткені қазіргі тіркеу мәселесінде кейбір келеңсіздік кедергілерге әкеліп отырғанда осы жағдай айтқым келіп тұрғаны, қазақстандық кейбір азаматтар Арменияға бармаған, шетелден әкелінген көліктерді, Қазақстанда дайын көліктерді сатып алып, сақтандыру полюсімен жүрген азаматтар бар. Бұлар көлігін тіркей ала ма? Біз барынша барлық осы күнге дейін қазір осы әңгіменің бастамасы бұрын осы тіркеу процедурасы туралы сәл айтып кеткеніміз дұрыс. Ақпарат ретінде осы 22 мыңнан астам Армения көлігіні Қазақстанға енген екен. Қазіргі күні тіркелуі тиіс 14 мың көлік бар. Сол 14 мың көліктің бүгінгі күнге дейін 12 мың тіркелді, яғни 87%. Ал енді жаңағы сіздің сұрағыңызға келетін болсақ, расымен де біз бұл ақпараттардың барлығын Армениядағы өздеріміздің әріптестерімізден және анкетирование арқылы алдық. Көптеген азаматтар осы сақтандыру полисі арқылы сенімхатпен жүргендер бар. Бұлардың барлығы енді бір нәрсені білуіміз керек, көлік деген бұл мүлік. Мүліктің өзінің қожайыны болады. Сондықтан ертеңгі күні заң аясында ол соттаспас үшін міндетті түрде ол қожайын келісімін беру керек. Сол көліктің иесімен содан рұқсат алып, осыны егер өзіне тағы да сенімхатпен алатын болса, ертеңгі күні ешқандай оған былай айтқанда кедергі болмайды. Себебі көптеген халықта сұрақ болуы мүмкін, айыппұл кімге келеді? Қожайынға келе ме, болмаса көлік жүргізушісіне келе ме? Яғни азамат, кез келген азамат көлікке отыратын болса, ол жол қатынасының қатысушысы болып есептеледі. Жолдағы қауіпсіздік және жолда ортақ ереже бар. Сол ережеге сәйкес көлікте кім отырады, сол адам өзінің мойнына жауапкершілікті алады. Яғни сақтандыру полюсімен жүрген азамат айыппұлды көлікте рөлде отырған адамның атына түсетінін білу керек. Иә. Енді сәл мына жаққа қарай жылысақ, өйткені қадірлі көрермен, халыққа қызмет көрсету орталығында дәл қазір сағат 9-дан 8 минут кетті. Қараңыздар, адамдар келіп жатыр. Осы Армян көліктерін тіркеуге қатысты және басқа да сұрақтар бойынша қарбалас басталып жатыр. Енді Нұрділда мырза, Армян көліктері төңірегінде бұл тіркеу рөлі сол жақтағы автокөліктерге ғана қатысты. Ал рөлі оң жақтағы темір тұлпарлардың иелері қандай қадам жасау керек? Бізде өздеріңіз білесіздер, ұлттық заңнамаға сәйкес 2009 жылдан бастап оң жақты рөлдегі көліктер тіркеуден өтпейді. Бұл яғни Еуроодақтың техникалық регламентінде де көрсетілген. Біздің елдің жолдарына келмейді. Қауіпсіздік, яғни қауіпсіз емес. Бұл қауіпті. Сондықтан да бұл көліктерге 11 жыл бойына мінекей бізде тыйым салынып келгенін білесіздер. Бірақ дегенмен енді мынау Армениядан келген ағайындар өзіміздің азаматтарымыз, қандастарымыз. Осы мәселе бойынша егер қандай да бір сұрақтар туатын болса, мәселен, оның да шығу жолдары бар, ол сол жаққа өзінің көлігін өзгертсін. Рөлін сол жаққа ауыстырсын. Сөйтіп, арнайы лабораториядан өтіп, өзінің транспорты қауіпсіз екенін бізге дәлелдейтін болса, біз оларды тіркеуге қарсы емеспіз. Ал енді біздің көрермендеріміздің арасында да осы аталған көліктер мініп жүрген азаматтар болуы мүмкін. Мынадай бір осы төңіректе бір сұрақ туындайды. Яғни мен көлігімді оң жақ рөлден сол жаққа ауыстырып едім. Мен тіркей аламын ба деген сұрақ туындап отырған болуы мүмкін.
Ол сұрақты да, яғни біз мынау сауда министрлігімен қазір тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеп жатырмыз. Қостанай, Алматы және Орал қалаларында лабораториялар ашылған. Бүгінгі күнге дейін сондай көліктердің 14 тіркеліп үлгерді. Сондықтан олар арнайы лабораториядан өтіп, өзінің жаңағы сол жақ рөлге ауысқан көлігі қауіпсіз екенін дәлелдейтін біздің қолымызға сертификат әкеліп беретін болса, біз оларды тіркеп жатырмыз. Бұл жерде бір ғана нәрсені түсіну керек. Бұл яғни кез келген көлік ол қауіп құралы. Былай айтқан кезде ертеңгі күні жолдағы жол оқиғасы, жол апаты бар, адам өліміне алып келуі мүмкін. Сондықтан оның ертеңгі күні барынша қауіпсіз болғаны, техникалық жағдай барлығы тексеріліп барып тіркеуден өтуі керек. Себебі біз өздеріңіз жөңкіліп жүретін автокөлік ертеңгі күні біреудің тағдырына балташақ болу керек қой, былай айтқан кезде. Сондықтан да барынша осыны тұсты да түсініп, жаңағы сертификатты әкеліп беретін болса, біз дереу арада тіркеп жатырмыз. Жаңағы рөлі оң жақтағы көлікті рөлі сол жаққа ауыстырған азаматтар міндетті түрде Қостанайға бару керек па? Осы республика бойынша сертификат алу үшін бір жай ғана ма? Барлық өңірлерінде қазір бұл сұрақ деген, бұл енді шын айтқанда ішкі істер министрлігінің құзыретіне кіре бермейтін сұрақ. Себебі біз тек қана тіркеу мәселесін ғана іске асырамыз да, ол басқа министрліктің. Бірақ біздің ақпаратымыз бойынша қазір барлық өңірлерде ашылу жоспарда бар. Жоқ, ашылу жүріп жатыр. Ашылу жүріп. Түсінікті. Енді Нұрділдә мырза, біздің көгілдір экран алдындағы көрермендеріміздің көкейіндегі бір маңызды деген заңды сұрақтың бірі деп ойлайын. Межелі мерзім қыркүйектің 1 деп айттық. Егер сол қыркүйектің 1-іне дейін тіркеп үлгермеген немесе әдейі тіркемей жүрген азаматтар болса, заң аясындағы қандай да бір жауапкершілікке тартыла ма? Немесе ойбай сендер 3 айда үлгермей қалыпсыңдар деп тағы да 3 ай мүмкіндік бересіздер ме? Жол қозғалысына байланысты қандай да бір заңға, болмаса ережеге бағынбайтын болсақ, онда жолдағы бейберекетсіздік басталады, өзіңіз білесіз. Сондықтан ортақ ереже бар, әрине. Ең басты нәрсе бұл жерде тағы бір астын сызып кетіп айтатын дүние. Шын айтқан кезде бұл Армениядан келген көліктердің көпшілігі жаңағы адамдардың қалтасына батты, одан қалды келіспеушіліктер болды. Міне осының арқасында үкімет барлық осы қарапайым азаматтардың жағдайына кіріп, осы мәселені шешейік, ертеңгі күні қиын болмасын деген осындай үлкен науқан жүргізіп жатыр. Бірінші жаңағы маусымнан бастап қыркүйекке дейін. Енді жаңа сіздің сұрағыңыз... Ұзарту мүмкін бе деген дүние? Бұл мәселеде қазір сіздерге айтып өтейін, тіркелуі тиіс 14 мың көліктің 12 мыңға жуығы тіркеліп бітті, яғни 87%. Қазір бар қалғаны бір апта уақыт болса да күніне 300-400 көліктен тіркеліп жатыр. Бұның өзі, яғни біз қойылған ертең күн межеде ол азаматтар бәрі уақытылы тіркеуден өтеді деген. Ең бастысы біз бүгінгі мысалы осы сіздердің теледидар арқылы барынша тағы да естімей қалған азаматтар болса, болмаса қандай да бір себептермен келе алмай жатқан азаматтар болса, тезірек келіп көліктеріңізді тіркеңіздер деген тағы да біз өзіміз үндеу тастап отырғанымыз ғой. Рахмет, Нұрділдә мырза, бізге уақытыңызды бөліп келіп тұшымды маңызды ақпараттармен бөліскеніңіз үшін көрермендердің атынан, ұжымның атынан алғысымызды білдіреміз. Жұмысыңызға сәттілік, мың алғысымызды білдіреміз. Қадірлі көрермен, тағы бір мәрте естеріңізге салайық. Қыркүйектің 1 күні тіркеу мерзімі аяқталады. Сондықтан да бар болса көлігіңіз бүгінгі жұмысты ертеңге қалдырмай ертерек қамданғаныңыз абзал. Өйткені артық айыппұл төлеп заң аясындағы жауапкершілікті арқалап қалуыңыз бек мүмкін. Сондықтан да қамданыңыз. Әріптестер, мендегі бар ақпарат осы. Сөз сіздерде. Серік, рахмет. Серік Жұмабек тілшіміз дұрыс айтады, құрметті көрермен. Күндер теңмен осылай бір шама